Балалар, бүгін әдебиеттік оқу пәнінен қоршаған орта бөлімі бойынша Мұзафар Әлімбаевтың «Кім жомарт, не жомарт» өлеңімен танысамыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, мұғалім көмегімен қарапайым және нақтылау сұрақтарын қою және оның жауабын шығармадан таба білу. Жалпы жомарт деген сөзді қалай түсінеміз? Сол сөздің мағынасын ашып, сол сөзге тоқталып өтейік. Ей перзентім, сен жомарт адамдар сияқты халқыңа қызмет етуді ұнатсаң, әуелі жомарттықтың не екенін біл. Жомарттықтың негізі үш нәрседен тұрады. Бірі айтқан сөзіңді қалтқысыз орындау, екіншісі туралыққа, әділдікке нұқсан келтірмеу, үшіншісі қайырымдылықты естен шығармау. Адамның бойында осы жомарттық қасиет болатын болса, ол әрдайым жақсы адам болып саналады екен. Және ол әрдайым айтқан сөзінде тұра біледі, әділдікті, туралықты ұстанады және әрдайым қайырымды істер жасайды екен. Ендеше біз бүгінгі сабағымызда Мұзафар Әлімбаевтың «Кім жомарт, не жомарт» деген өлеңімен танысамыз. Енді осы ақын өмірімен танысып өтсек. Ендеше Мұзафар Әлімбаев қандай адам болған екен, соған тоқталып өтейік. Поэзия әлемінде ойып тұрып орын алатын Мұзафар Әлімбаев қазақтың алғашқы әнұранының авторларының бірі. Абыз мінезді ақсақал, соғыс сұрапылын бастан кешкен шоқтығы биік жазушы. Қалам иесінің соғыстан кейін туған Қарағанды жырлары, Менің Қазақстаным, Естай Қорлан туындылары сол кезеңдегі қазақ поэзиясының шынайы табысы болып есептеледі. Соғыс деген қайғы қасірет, соғыс деген адамды қазысатын, қайратынан айырылатын сор. Сондықтан соғыс атаулыдан бәріміз аулақ болуымыз керек. 18 жасында майданға аттанған жазушы қаламын қарумен қатар алып жүрген. Сұрапыл соғыста жазған туындылары газеттерге басылып, халықтың рухын жігерлендірген еді. Қарт ақынның жүрегі сұм соғыс енді болмасын деп тіледі. Мұзағаның замандастары денсаулығы сыр беріп, шау тартса да, шығармашылығында тоқырау болған емес дейді. Күнделіктерін жазып, өлеңдерін шығарып отырған ақын сөз жұмбақ құрауда. Әлем халықтарының мәтелдерін жинап, оларды қазақ тіліне аударумен уақытын өткізгенді жаны сүйген. Мұзафар Әлімбаевтың соңғы ширек ғасырға жуық өмірі сол коляскаға байланғанымен халқының мына үлкен жүрек соғысын, алғай тамырын соғысын аңдап, соған өзінің үлкен ағалық батал тілегін айтып отырған сирек қаламгерлеріміздің бірі. Мұзафар Әлімбаевтың еңбектерін жаңадан тіл ашқан бүлдіршіннен бастап аз кем жасаған қарияға дейін оқиды. Оның туындыларын 20-ға жуық бауырлас халық аударыпты. Қарт қаламгермен қоштасу рәсімі Алматы қаласында 29 қараша сағат 10:00-де Мұхтар Әуезов атындағы драма театрында болады. Өмірән Өрбек, Рашид Шүкірәлиев. Енді оқулықпен жұмыс жүргізсек, оқулығымызда «Кім жомарт, не жомарт» өлеңі берілген екен. Осы өлеңді мұқият тыңдайық. Кім жомарт, батыр жомарт, халық үшін жанын берген. Кім жомарт, ұстаз жомарт, бар балаға тәлім берген. Не жомарт, жер жомарт, адамзатты асыраған. Не жомарт, күн жомарт, жерге нұры шашыраған. Бұл өлең мазмұнында кім жомарт, яғни батырды жомарт дейді. Себебі ол халқы үшін жанын берген екен. Және ұстазды жомарт дейді, ол бар балаға өзінің тәлімін, тәрбиесін, білімін берген екен. Не жомарт, жерді жомарт дейді, себебі біз жерге түрлі заттарды егу арқылы одан мол өнім алып, адамзат соның арқасында аш қалмай өз күнін көреді екен. Және не жомарт, күн жомарт, әрдайым күн бізге өзінің нұрын шашып, бізге жарығын беріп, жылытып тұрады екен. Енді суретпен жұмыс жүргізсек, кім жомарт, не жомарт өлеңіндегі кейіпкерлерді сурет түрінде әңгімелеп айтты. Енді кім жомарт, не жомарт сөзіндегі кім, не сұрақтары қай сөз табына жатады. Енді ақын өлеңінде кім жомарт деген сұраққа ұстаз бен батырды теңеді.
Енді не жомарт деген кезде жер ана және күнді жомарттығын біз өлеңнен көре білдік. Енді осы өлеңдегі кім, не сұрақтары зат есімге жатады екен. Біз қазақ тілінен білеміз, қазақ тілінде зат есімдерге кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтар қойылатын. Яғни батыр және ұстаз деген сөздер зат есім болады екен. Және жер, күн деген сөздерге біз не деген сұрақ қоямыз, бұл сөздер де зат есім болады екен. Сонымен бүгінгі сабақта батырды неліктен жомарт дедік, ұстазды неліктен жомарт дедік және күнді неліктен жомарт дедік, сол жайында білдік. Және де біз Мұзафар Әлімбаевтың өмірі шығармашылығымен таныстық. Үйге тапсырма, 5-ші тапсырма, ақын ойын кестеге түсіріп және жалғастыру керек. Бұл оқулығымыздың 72-ші бетінде.